Саламатсыздар ма? Бүгін біз химиядан қызықты тәжірибелер жасаймыз. Сіздер білесіздер, ашытқы күнделікті өмірде біз қолданамыз. Ашытқы нан пісіруде қолданады. Ашытқының құрамында ақуыздар, көмірсулар, майлар және кейбір макроэлементтер бар. Азот, фосфор тағы да басқа. Енді ашытқыдан көмірқышқыл газы пайда болатын біз қазір дәлелдейміз. Ол үшін сынауға біздің ашытқыдан біраз ұнтақ саламыз. Сынауға ашытқыны салғаннан кейін үстіне тұз қышқылының біраз тамшыларын құямыз. Не байқадыңыздар? Ол әрине газ. Ол көмірқышқыл газына сапалық реакция барлығымыз білеміз, кальций гидроксиді. Көпіршілер арқасында кальций гидроксиді СО2 әрекеттескенде кальций СО3 түзіледі. Химия реакция теңдеуі экранда көрсетілген. Кальций OH2 қосылған СО2 шығады кальций СО3 пен H2O. Саламатсыздар ма? Келесі алып баратын тәжірибеміз калий хроматының айырылу реакциясы. Бұл реакция оттегін және жылуды бөліп жүретін термохимиялық реакция. Химияда химиялық жанартау деп аталады. Бұл жүріліп жатқан реакциямыздың химиялық теңдеуі тақтадағыдай оттегін бөліп жүреді. Келесі көрсетілетін тәжірибеміз темірдің үш валентті катионына сапалық реакция жүргіземіз. Ол үшін бізге темірдің үш валентті хлоридінің ерітіндісі керек. Ол бізде сары түстес. Одан кейін калий тиоцинатының түссіз ерітіндісі. Енді осы калий тиоцинатына феррум хлориді үш валентті хлоридін қосатын болсақ, көріп тұрғандарыңыздай, яғни қан қою түстес бізде темірдің үш валентті катионының бар екенін дәлелдейді. Химиялық реакция теңдеуінде темірдің үш валентті хлоридына калий тиоцинатын қосатын болсақ, темірдің тиоцинаты, ол біз жаңағы көріп кеткенде қан қою түстес, ол бізде темірдің үш валентті катионының бар екеніне дәлелдейді. Және калий хлорид түзіледі. Бүгінгі түсірілген қызықты тәжірибелер сіздерге ұнады деген ойдамыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.